Дәл осы тәсілмен тауық сорпасын кеспесін дайындап көріңіз. Өте дәмді болады, ерекше дәмді болады. Ең алдымен таза суымызға тауықтың етін салып, қайнағанша күтетін боламыз. Тауықтың еті бір қайнағанша майымызға пиязымыз бен теркадан өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап жұмсарғанша, сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сорпамыз осылай бір қайнағанда, көбіктері шыққан кезде суының барлығын төгіп тастап, етімізді шайып, тағы да таза су құйып қайнататын боламыз. Енді сорпамызға қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді салып, еті піскенше қайнатамыз. Осылай пияз бен сәбізді қуырып алып, сорпаға салғанда ерекше дәм беретін болады. Етіміз піскен кезде енді осындай дайын лапша қамырын салсаңыздар да болады, немесе қолдан кесілген қамырды да. Мен осындай майда макарон салдым, кеспе. Кеспеміз піскен кезде дәміне қарай осында ас көктерді салсаңыздар болады. Біздің кеспеміз, тауық сорпамыз дайын болды, өте дәмді болды. Мен ұсынар кезде қайнаған жұмыртқаны осылай бетіне салып беретін боламын. Өте дәмді шықты. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы сорпаны осы әдіспен дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Нұргүл.